Армыздар, тағы бүйтіп айтуы мүмкін алдындағы бөлімге. Ал жарайды, сал сен бардың, айттың, соларға бірдеме өзгерді ме өмірінде? Сол баяғы жартас, әлі сол жартас, әлі отсын. Жалғыз басталған статусын көтермедің. Сенесіздер ме? Мен телеграм канал аштым. Ішінде 3-ақ жазылушы. Қанша жарнама бердім, қанша айттым. Ержан Тұрғынбаев каналына қанша шықтым. Халық таңдау партиясында қанша. Жарайды, билікте қанша адам отыр? 100-200 адам отқан шығар, біздің осы район. Мысалы, жарайды, 1-2 мың адам дейік қала бойынша. Астанаға несінде, бүкіл қалаларында 100 мың, 200 мың билікте. Ал қалған 7,5 миллион оларға бәрібір ма сонда? Бәрібір болып тұр ғой сонда. Сен жағдайың қалай? Сен жалғыз бастан айдың, сен ажырасып кеткен едің, сен кішкентай қызың қайтпағы өтсін. Бізде қазақта, мен сол үшін тәңіршілікке келдім. Бәрі ауыздарында Алла, Алла. Бірақ ешкім қазаққа жан ашып, қазаққа мейірім артып, ешкім жан ашып тұрған жоқ. Ой, сол берсеңдерші, садақа берсеңдерші деп, 1-2 мың теңгесін неге жәшікке тастайды, ол жәшігі, Сирияға, соғысқа бір жаққа кетіп барады, ол өзінің қазағын қалтасына да түсіп жатқан жоқ. Мен іштеме бітіре алмаймын. Егер біз бәріміз сол, бүкіл 19 миллион халық дейді, 19 миллион 8 миллион ғана қазақ. Егер сол 8 миллион қазақ бәріміз жұмылып бірдеме істемесек, мен сияқтылар, сіздер де сөйтіп отыра бересіздер.